Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы нашақорлық қоғамдық дерт. Бұл сіздердің оқулықтарыңыздағы 103-106 бетте. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың оқу мақсаттары. Көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дерек көздерден алынған мәліметтерді тыңдап, салыстырып, өз көзқарастарыңызды аргументтер негізінде дәлелдесеңіздер. Бұл сіздердің үйге берілетін эссе тапсырмаларыңыздың критерийлері деп біліңіздер. Екінші грамматикалық тапсырмамыз құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын біліп, оны жазба жұмыстарында дұрыс қолдана білу. Нашақорлық, наркомания, нашақор ол кім? Осы сұрақтар төңірегінде ой бөліссек. Нашақорлық ресми түрде есірткілердің қатарына жатқызылатын заттардан туындайтын дерттің түрі. Нашақорлық есірткі пайдалануға құмарлық. Ол ағзаның психикалық және физиологиялық қызметтерінің бұзылуына әкеліп соқтырады. Нашақорлық қандай ауру? Нашақорлық, кейде оны наркомания деп те жатамыз. Грек тілінен алынғанда мелшию, ессіздік, құтырыну деген мағынаны білдіреді екен. Есірткі заттарға патологиялық дағдыланудың нәтижесінде пайда болатын созылмалы ауру. Нашақорлар өзін-өзі сақтау түйсігін жоғалтады екен. Оның 60%-ға жуығы өз өмірінен түңіліп, өзіне өзі қол жұмсауға дейін барады екен. Ал нашақорлықтың салдары мына өздеріңіз суретте көріп отырғаныңыздай. Бірінші суретте өмірден үлкен үміт артып келе жатқан жас бойжеткеннің есірткі пайдаланып, есірткінің салдарынан қандай күйге түскенін көріп отырсыздар. Мына екі суреттегі де бір адам екен деп ойлаудың өзі қиын. Салыстырудың өзі қандай жүрекке ауыр тиеді десеңізші. Ал екінші суретте өмірге құштар жас жігіттің өмірі соңында неге айналды екен? Қандай қиындықтарды басынан өткізіп, қандай жолға түсті? Осының бәрі ненің себебі, ненің салдары? Ал үшінші суреттеші. Мына ер азамат неге сонша түңіліп, мұңайып отыр? Бұған не себеп болды екен? Осы суреттерді көріп отырған әрбір жас бойжеткен мен ер жігіттер өз өмірлеріңіздің осындай астан-кестен болғанын қалайсыздар ма? Жоқ, әрине. Сіздер болашаққа, жақсылыққа, бақытқа, армандарға жетулеріңіз керек. Оған жетесіздер де. Сіздер оған лайықсыздар. Сондықтан қоғамымызда болып жатқан осындай жайттарға бей-жай қарамай, егер де көмек сұраған осындай аурушаң адамдарды көрсеңіздер, міндетті түрде нашақорлықты қорғау орталығына хабарласып, осы кісілерге көмек қолдарыңызды созыңыздар. Бұндай жолдан аулақ болайық. Ал енді жаңағы көрген, естіген, суреттен ойларыңызды ой толғаумен ары қарай жалғастырсақ. Сіздердің ойларыңызша осы бір дерттен қалай құтылуға болады? Кесте арқылы сіздердің ойларыңызша қандай жұмыстар жүргізген дұрыс? Сонда қалай біз осыдан құтыла аламыз? Деген сынды сұрақтар төңірегінде өз ойларыңызды бөліссеңіздер. Әрбір фигураға бір ауыз сөз жазып, өз ойларыңызды қалдырсаңыздар. Бұған сіздерге 1 минут уақыт берілсе. Ал ондыше бастайық.
бағанға бір сөзден жазсаңыздар болады. Осы дерттен қалай құтылуға болады? Қандай жұмыстар жүргізген дұрыс? Ал енді сіздер осы тапсырманы аяқтады деген үміттемін. Сондықтан келесі тапсырмамызға көшейік. Әрине, мен де ойлап отырмын, сіздер осындай жолдарды жазған шығар деп. Дерттен құтылудың ең бірінші жолы әр қайсымыздың бойымыздағы күш-жігеріміздің спортпен шұғылданып, осы дертке шалдықпас үшін уақытымызды үнемді пайдалана біліп, бойымызға биік рух, қажыр қайрат жинасақ, осы жолдан шығамыз, жеңеміз. Бұндай жолға түспейміз деп ойлаймын. Ал келесі біздің сабағымыздың келесі бөлімі грамматикалық тапсырмамыз құрмалас сөйлемдердің жасалу жолы. Құрмалас сөйлемнің жасалу жолына шықпас бұрын, мен сіздермен кері шегініп сөйлемнің құрамына қарай екіге бөлінетінін айта кеткім келіп отыр. Құрамына қарай жай сөйлем және құрмалас сөйлем болып бөлінеді сөйлем. Жай сөйлем бір ғана ойды білдіретін, бір ғана бастауыш және баяндауыштан тұратын сөйлемді айтамыз. Ал құрмалас сөйлем дегеніміз құрамында бірнеше жай сөйлемнен тұратын және бірнеше бастауыш пен баяндауыштан тұратын күрделі ойды білдіретін сөйлемді айтамыз. Ал енді құрмалас сөйлем дегеніміз не? Осыған тоқталсақ. Құрмалас сөйлем дегеніміз жаңа айтып кеткендей, кемінде екі жай сөйлемнен тұратын күрделі ойды білдіретін сөйлем. Ол үш түрлі жолмен жасалады. Ұласпалы интонация, жалғаулықты кейде септеулікті шылаулармен және тиянақсыз баяндауыштармен де жасалады. Құрмалас сөйлем құрамына қарай үшке бөлінеді. Салалас, сабақтас және аралас болып. Салалас құрмалас сөйлем екі жай сөйлемнен тұрады. Құрамындағы жай сөйлемдердің баяндауыштары тиянақты, тең дәрежеде байланысады. Сабақтас құрмалас. Құрамындағы жай сөйлемдер бірінші жай сөйлемнің баяндауышы тиянақсыз келіп, екінші жай сөйлемге бағына байланысады. Ал аралас құрмалас сөйлем дегеніміз кем дегенде үш жай сөйлемнен тұрады. Құрамындағы жай сөйлемдер салаласа да, сабақтаса да байланысады. Яғни, салалас пен сабақтас екі жай сөйлемнен тұрса, аралас құрмалас сөйлем үш жай сөйлемнен тұрады екен. Енді сіздерге тапсырма. Жаңа өзімен айтып өткендей құрмалас пен жай сөйлемдер туралы кішігірім айттым. Осыны қалай түсінгендеріңізді білу үшін мен сіздерге мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Мына астыда жазылған сөздерден екі жай және 5 құрмалас сөйлем құрастырыңыздар. Жүйке, құмарлық, есірткі, душар, айырылу, ем, арылу. Өздеріңізде байқап отырсыздар, бұл сөздер біздің жаңа өтіп жатқан тақырыбымызға тікелей қатысты сөздер. Сондықтан осы тақырып төңірегінде ой бөлісіп жазсаңыздар өте жақсы болатын еді. Бұл тапсырмаға 3 минут уақыт берілсін. Ал кеттік ендеше.
3 минут уақыттарыңыз аяқталды. Мен ойлаймын, осы тақырыпқа байланысты сөйлемдерді құрап біттіңіздер деп. Сабақ аяқталғаннан кейін 30 минут төңірегінде менің WhatsApp, Telegraph нөмірлеріме осы тапсырманы фотоға түсіріп жіберулеріңізді сұраймын. Ал келесі, осымен балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды, сабағымыз. Үйге тапсырма ғаламтордан және де 104-ші беттегі 4-11-ші тапсырманы оқып, өмірмен салыстырып, осы мәселелер жүзінде өз ойларыңызды, көзқарастарыңызды аргументтер негізінде шоғырландырып, эссе жазсаңыздар. Яғни тақырыптарыңыз нашақорлыққа байланысты болып отыр, өздеріңіз де біліп отырсыздар. Эссенің атын өздеріңіз құрап, әдемілеп жазып беріңіздер. Эсседе міндетті түрде құрмалас сөйлемдердің қолдануын қарастырыңыздар. Екінші тапсырма 103-ші беттегі ережені мұқият оқыңыздар. Құрметті оқушылар, өтілген сабақ бойынша қандай да бір сауалдарыңыз болса, менің ұялы телефоным, WhatsApp, Telegraph немесе электрондық поштама хабарласасыздар. Үй тапсырмасын келесі сабаққа дейін өздеріңіздің ыңғайлы тәсілмен, ыңғайлы уақытында маған жіберулеріңізді өтінемін. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Все понятно. Дәулет, қойыңыз сұрағыңызды. Микрофоныңыз болсын. Сәлеметсіз бе? Сәлематсыз ба? Нашақорлықпен зардап шегетін адамдарға қалай көмектесу үшін қай жерге звондауға болады? Хабарласуға болады дейсіздер, иә? Өте орынды сұрақ, Дәулет. Негізі біздің Алматы қаласы бойынша 4 үлкен орталық бар, осы нашақорлықпен күрес орталықтары. Соған хабарласып, өздеріңіз аты жөндеріңізді атамай хабарлассаңыздар болады. Осындай кісіге, осындай жерде, осындай көмек керек болып жатыр деп хабарлассаңыздар өте жақсы болатын еді. Жақсы. Тағы да. Дилназ. Егер нашақорлықтан зардайтын адамдар емделмесе, сонда олармен не болады? Жаңа мен айтып өттім, иә, нашақорлардың 60% өзіне өзі қол жұмсайды екен. Сондықтан егер де осындай жағдай болып жатса, одан бейқам болмай, әрине ол кісілерге көмек қолдарын созыңыздар. Өйткені көріп отырсыздар, жап-жас қыз қандай күйге айналды. Сондықтан егер сондай да бір жағдай болып жатса, міндетті түрде көмек қолдарыңызды созып, қолдарыңыздан келгенше осылай көмек көрсетіңіздер. Әйтпесе тек қана бір-ақ жол бар ол кісілерде деген. Одан басқа өзінің күш-жігерімен сіздердің көмектеріңіздің арқасында жеңіп шыға алады ол ауруды. Жақсы, рахмет. Рахмет. Рамиля көріп отырмын, айтыңыз. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе? Оқушыға үй тапсырмасын орындауға неше уақыт беріледі? Қанша уақыт беріледі дейсіз, иә? Дұрыс айтасыз, өте орынды сұрақ. Жаңа мен сіздерге 2 түрлі үй тапсырмасын бердім. Біреуі ереже, оны сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, мен қалай тексереді деп. Оны бір жағдаймен тексерем. Сіздер есте жазған кезде ол құрмалас сөйлемнің қанша түрін қолдандыңыздар. Соған қарап отырып, сіздердің ереженің қандай деңгейде өткенін оқығанын түсінемін. Ал эссені жазған кезде өздеріңіз білесіздер, біз 3 түрлі әдісті TAF әдісімен, тезис, аргумент, факт және өздеріңіздің дәлелдемелеріңіз міндетті түрде сол жерде болу керек. Соның эссені жазып болып,
белгілі уақытқа дейін маған берсеңіздер. Мысалы үшін кесте бойынша, егер бізге ертең сабақ қоятын болса, бүгін кешкі сағат 10-ға дейін, яғни 20:00-ге дейін маған WhatsApp, Telegram, жаңағы электрондық поштам арқылы хабарлама жіберсеңіздер болады. Жалпы балалар бүгінгі сабақтан мен жаңа 2 тапсырма беріп едім, WhatsApp номерімен хабарласын деп, мына жерде мен көріп отырмын. Айта кетейін, мына сабаққа кері байланыс болсын. Мына жерде мен көріп отырмын, Арафат маған мынандай өзінің тапсырмасын беріп жіберіпті. Бірінші тапсырма бойынша өте жақсы өзінің ойын жазған. Мына жерде грамматикалық қателер кішкене кетіпті, Екінші тапсырма бойынша да жақсы жазған. Бірақ мына жерде құрмалас сөйлемді құраған кезде де кішкене қателер кеткен. Дегенмен де осы сабақтың өн бойында маған жіберіп үлгерген үшін мен рахмет айтам о балаға. Жақсы. Тағы да осындай балалар болса, маған WhatsApp-қа жіберіп отырыңыздар, мен қолма-қол сіздерге жауап айтайын. Тағы кім жібереді? Жіберіңіздер. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Міне тағы да бір WhatsApp желісімен келді, бір оқушыдан, мысалы, Вероникадан. Вероника енді шамасының келгенше жазған. Өте жақсы, Вероника. Мына сіздің жазған жауабыңыз бірінші тапсырмағана келіп тұр екен, екінші тапсырма жоқ. Бірақ бірінші тапсырмаңызды жақсы деп бағалаймын. Ойыңыз анық, жақсы жазылған. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сабырды көріп отырмын. Сұрағыңыз бар ма, Сабыр? Микрофоныңызды қосып айта беріңіз. Сабыр, тыңдап тұрмын сізді. Сұрақ жоқ па? Сабырда сұрақ жоқ па? Ондыше балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Әлде осы жаңағы көрген сабағымыздан алған түйгендерің болса, әлде WhatsApp нөміріме, Telegram нөміріме хабарласып жіберіңіздер. Тағы да бір келді хабарлама. Рамилядан келді. Рамиля өте жақсы. Бірінші, екінші тапсырмада өте ұнықты орын жасаған. Бірінші тапсырмадағы ойыңыз анық, жақсы жазғасыз. Екінші тапсырмада да құрмалас сөйлем және жай сөйлемді өте жақсы ажыратып жазғасыз. Сондықтан өте жақсы жарайсыз, Рамиля. Жақсы деп бағалаймын сізді. Жақсы балалар. Енді осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман болайық, ауырмаңыздар. Все, до свидания. Пока-пока.